Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қызылшадан жасалынатын өте оңай әрі қолжетімді заттардан жасалынатын екі түрлі салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең бірінші салат қызылша мен алмадан ғана жасалынады. Және де майонез, татымына қарай тұз қосылады. Ең алдымен алманың қабығын ашып аламыз. Кез келген алманың түрін пайдалана берсеңіздер болады. Барлығын майдалап, төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Сонымен қатар қызылшаны да дәл солай төрт бұрышты етіп турап, татымына қарай тұз қосамыз. Артынан керегінше майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салат дайын болды. Өте оңай салат. Шамамен 2-3 тарелкаға жететіндей мөлшерде болады. Рецепті 2 есе көбейтіп, 2 есе азайтып жасай берсеңіздер болады. Екінші салат ол винегрет салаты. Ол үшін бізге піскен картоп, сәбіз, қызылша, тұздалған қияр, бір дана пияз, горох, татымына қарай тұз және сұйық май қажет болады. Барлық ингредиенттерді төрт бұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Пиязды да майдалап турап шығамыз. Және ең соңында қызылшаны майдалап төрт бұрышты етіп турап, салатқа қоспас бұрын 2 ас қасықтай сұйық май құйып жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде қызылшаның бояуы бүкіл салатқа бірден шығып кетпейтін болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін барып салатқа қосамыз. Артынан горохты қосамыз. Және татымына қарай тұз қосамыз. Және ең соңында шамалап сұйық май қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Осымен винегрет салаты дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.